Адамның жадына 2,5 петабайт ақпарат сыяды. Ол шамамен 3 миллион сағаттық видеоға тең. Адам орташа 70 жыл өмір сүрсе, жалпы 613.200 сағатқа тең болады. Демек, адамның жадының көлемі өмірінен 5 есе көп. Яғни адам қанша тырысса да жадының көлемін толтыра алмайды. Бен Карсон жас кезінде классикалық музыканы жақсы көрген, композиторлардың тарихын оқыған, өсе келе нейрохирург боламын деп шешкен. Медициналық мектепті бітірген соң Джон Хопкинс атындағы резидентураға түсуді қалаған. Алайда ол жерге 125 үміткердің ішінен тек 2 адамды ғана қабылдайтын. Үміткерлермен сұхбатты үздік нейрохирург Джордж Бенедикт Барнхольд жүргізген. Сұхбат барысында музыка туралы әңгіме шығып, екеуінің қызығушылығы ортақ болған. Осылайша Бен Карсон резидентураға қабылданған. Яғни медицинаға қатысы жоқ білім оның сәтті жолдамасына айналған. Бен Карсон сиам егіздерін ажыратқан ең алғашқы адам және нейрохирургия саласында революция жасаған әлемдегі ең үздік хирург. Оның жастарға айтатын өсиеті: пайдасыз білім деген түсінік жоқ. Болашақта ол саған қандай есіктерді ашатынын ешқашан біле алмайсың. Қанша көп білсең, сонша мүмкіндіктер ашылады.